Бұрынғы видеода мен Алдар көсе мультсериалына обзор жасаған болатынмын. И ол өте көп просмотр мен лайк жинап кеткен болатын. Сол себептен осы контентті жалғастыруды шештім. Бірақ осы видеоны бастамай тұрып каналға тіркеліп кетулерін сұраймын. Себебі менің видеоларымды көбінесе тіркелусіз қарайтындар саны көбірек екен. Бұның кесірінен менің анимацияларым рекке шығуын тоқтатады. Сондықтан каналға тіркеліп кетулерін сұраймын. Бұл қиын емес. Тек қызыл кнопканы басып сұр қылсаңдар жеткілікті. Ал егер каналға тіркелсең, онда видеоны жалғастыра берсек те болады. Ойлана келе бүгін мен кішкентай кездің ең мықты шайқасы бар және де өте қызық мультфильмді айтуды шештім. Қошқар мен Теке. Бұл мультфильмді Қазақфильм және Сақ студиялары 2009 жылы жасап шығарған. Басты кейіпкерлер оларға таң қаласындар Қошқар мен Теке. Прикинь, бұл екеуі кәрі шал мен кемпірдің қарауында тұрады екен. Теке арық бірақ тіл ұзын кейіпкер болса, Қошқар түк білмейтін бірақ момын ірі кейіпкер. Олар өз күйімен күніге шөп жеп су ішіп жүрген кәдімгі малдар. Бірақ бір күні Теке бұндай өмірден шаршап кетеді. Қошқарға алыс жақтарда не бар? Бақыт деген не деп сұрайды. Ал Қошқар болса бірақ жауап қайтарады. Білмеймін, Теке. Теке ашуланып, осылай түк білмей, түк көрмей өмір сүреміз ба дейді де, түнде қашып кетейік деген ой келтіреді. Сосын база жоқ дәнс жасап тастайды. Көңіліңді көтер. Ал Қошқарға бәрібір келіседі. Солай түнде екеуі қашады. Теке қиналып әрең шығып жатса, Қошқардың телепорты бар екен, база жоқ. Екеуі қашып кетіп таңға дейін жүреді. Азында жол жүріп келе жатып, екеуі бір сиырды кездестіреді. Теке оған сынып онымен сөйлесіп тұрған кезде оның артынан сиырдың күйеуі келеді. База жоқ, качок. Таяқ жеп қала жаздап екеуі жолдарын жалғастырады. Солай кеште батады. Бір жартасқа келіп екеуі әңгіме айтып отқан кезде бір момент қасқырдың дыбысын естиді. Міне, мынау недің даусы? Өзі керемет екен. Білмеймін, Теке, бірақ қасқырдың дауысына ұқсайды екен. Ой, мынау қасқырдың дауысы ғой. Бұдан екеуі әрине қорқып тез тығылатын жер іздейді. Шынымен де бекер емес. Олардың алыс кетпеген түсініп, олардың іздерінен екі қасқыр түседі. Қошқар мен Теке біраз жол жүріп, Теке жалғыз тұрған ағашты көріп, оған мініп кетуге тырысады, бірақ үлгермей қалады. Екі қасқыр бірінші Текені жеуді ойластырып жатқанда, Қошқар өзінің шынайы денесін көрсетеді, ең мықты шайқас басталады. Тұяғыңнан айналдың. Керемет, браво. Екі қасқыр конкретно таяқ жеп кетеді. Ал Қошқар қайтып жөнін киіп алып, қайттан үйге қайту керек деп айтады. Ал Теке, керек жоқ, енді бізге ешкім тиіспейді деп бағанаға қашып кеткен екі қасқырға айқайлап тұрған кезде, сол қасқырлар өздерінің достарын шақырып, екеуінің артынан қуа жөнеледі. Вроде алыс жүріп кеткен сияқты, бірақ бір-екі жүгіріп олар үйіне жетіп алады. И оларды шал құтқарып алады. Сол екеуі тірі қалады. Солай екеуі бақыттың әрдайым өздерінің жанында екенін түсінеді. Солай бірінші бөлімде бітеді. Шынымды айтсам, өте керемет мульт.
Анимациясы, дыбыстамасы, кейіпкерлері маған қатты ұнайды. Осы мультті қазір көрсең де өте қызық болады. Бұл мульт 2009 жылы шықты. Сосын барып 2014 жылы екінші бөлімде шыққан болатын. Бірақ та оны келесі бөлімде айтып қарастыратын боламыз. Егер қаласаңдар әрине. Ал бүгінге осы. Сендермен болған мен Олжас. Тоқыбай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Ал сау болыңдар.